Цифрлық агент мобильді қосымшасы арқылы шенеуніктердің үстінен шағымдануға болады. СМС хабарландыруды 5 минут ішінде қарастырады. Осы ретте құпия сатып алушы акциясы өзін ақтап шықты. Толығырақ келесі сюжетімізде. Мемлекеттік қызмет істері департаментінің қызметкерлері 3,5 мың заң бұзушылықты анықтаған. Тізімде әдеттегідей жер қатынастары, білім беру, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қорғау. Айта кету керек, жемқорлыққа қарсы мекеменің құпия сатып алушылары 130-дан астам тексеріс жасаған. Нәтижесінде 62 шағым расталды. И здравоохранение, и образование. Құпия сатып алушылар денсаулық сақтау, білім беру мен әлеуметтік қорғау салаларында тексеріс жүргізеді. Әлеуметтік қорғау саласында мүгедекке өте ұзақ уақыт қызмет көрсеткен жағдай болды. Біз оларға қатысты тәртіптік шара қолдандық. Мемлекеттік қызмет істері департаментінде алды келе жатқан мерекелер, оның ішінде жаңа жыл туралы еске салды. Тек сөз жүзінде құттықтау керек. Егер шенеунік сыйлықты қабылдаса, жазаға тартылмас үшін 7 күн ішінде тапсыруға міндетті. 22 сыйлық тапсырылды. Бұл көбінесе кәмпит, алкоголь және құмыралар. Запрещены любые подарки. Кез келген сыйлыққа тыйым салынады. Мысалы 5 немесе 10 мың теңгенің қаламы заңсыз сыйақы болып саналады. 2 айлық есептік көрсеткішке дейін бұл әкімшілік, ал 2 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса қылмыстық жауапкершілік болып саналады. Айта кету керек, цифрлық агент мобильді қосымшасы арқылы шенеуніктерге шағымдануға болады. Мәселені СМС хабарлама арқылы жолдау қажет. Мамандар 5 минут ішінде қарастырады. Әзірге оны тесттен өткізіп жатыр. Жақын арада іске қосуға уәде беруде. Қасымхан Алдашев, Тимофей Голев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпания.